Ақындардың соңғы жұбын шақырайын деп отырмын. Мұның бірі де жоғалып табылған ақынымыз, кезінде айтыстың сахнасын талай шаңдатқан, Өмекең Мәскеуге барғанда, Мәскеудегі айтысқа да қатыстырып едік, осы соңғы жылдар кішкене алыстап жүр. Бірақ өлеңнен кетіп қалған жоқ, аса дәмелі қазақ тілінің осы құйқасын татқан ақын Нұрлан Мұсаев, Маңғыстау, Ақшымырау Қызан ауылынан мұнымен айтысатын белгілі Балғынбек Имашев. Bir Allah dәмдес бол деп ізгілермен тататын бізге дәммен тұзды берген. Ассалаумағалейкум ағайындар, біздерге бір ғанибет сізді көрген. Пенсиясы көбейген шалген бірдей қалай қуанады бізді көрген. Атадай оқ жонуға ұлды берген, анадай тон пішуге қызды берген. Желтоқсанда ұлазап, арулары жамбасымен жастанып сызды көрген. Қазақтай аңғарымпаз, заңғарлытаз, тарихта өткен талай сүзгілерден. Медеумыз айдынымен мұндағы жұрт, аққарлы Алатаудай құзды көрген. Ей, армысың Алматының асыл қалқы, шілдеде де қарменен мұзды көрген. Ей, алдына шығып талай не мықтыңның, өлең айтып ұялдым, көлік міндім. Киелі Маңғыстауда туып өсіп, осы өнерді бойыма серік қылдым. Қарт Каспий, Еділ жайық екі судан, Киелі Жетісуға еніп тұрмын. Ей, 4 облыс атынан батыстағы 4 түгел болса деп келіп тұрмын. Ей, дер тұқсамай денеге дендей кірген. Дауды даулап қайтемін, өнбей жүрген. Аман сау келдің белім түніменен, зілзала деп ұйқысы келмей жүрген. Ал Алатаудай Балғынбек қасымда отыр, Алатау тау емес қой көрмей жүрген. Ей, жер қозғалат дегенге сенгенменен, сен қозғалат дегенге сенбеймін мен. Ай, оң аяғы аумайтын сол аяқтан, сол аяғы аумайтын оң аяқтан. Балғын ағам 5 бала таптырыпты, апырмай не қалды екен қол аяқтан. Ай, Балғынбекті сыйлаңдар қазақ үшін, жеңгемді таңға дейін оны оятқан. Aleyküm
Vesselam Musayibim. Umranı küttün av 3 ayınım. Tört oblıstan özün gelsen kimge aytamın? Akjayıktın jagaсын su şayıvın. Ortakpın altınınım. Kalamaymın jagаңның қисайуын. Maqtаны Mangıstaudың melisi еді. Batыстың kim bilmeydi bu şairin. Melis ayı bolğanda sen qonjığı. Aytısta ağa jolun qusayınım. Namazga jığılğanın qabıl bolsun. Endi Allah'ın joluna tüs ayıvım. Ulu safardan soň Balgınbekpen alısığa kişi yüz veripti kişi ayıvın. Nurlancan İbn Musa el Mangıstau. Аңғалдар келеді сәл алданғыштау. Аманба батыстағы елің жұртың түрікпеннен адай тартып алған қыстау. Аллаға серік қоспай жәннат бару. Мұсылман көкірегінде арман күштау. Көпшілік талқысына түскеннен соң жөн болар талаппенен талғам дұштау. Умраға бірге бәріп нәсіп болды. Жетірет тауап етіп қағбаң дұстау. Құрманғазы бармаған жерге барып, Нұрланғажы сүйсініп зәмзәм дұштау. Қол аяқтан не қалды деп сұрама. Жеті мүшемді сау қылған Аллам күштау. Ихрамға үйреніп қалғаннан соң бұл жақта ол аяқты шалбар қыстау. Ай. Жүрмісің аман есен домалағым, қағбаны жеті айналып домаладың. Жас балалар Балғынбекті шал дейсіңдер. Бір күні менде айтысты доғарамын. Әзірге жағадан ап қумаңдаршы. Аллахым қалаған күн жоғаламын. Сақына мәңгі болса қайда кетті кешегі Әзімбекпен оразалым. Батыстан сенде келіп мылтығыңдап Балғынбекті өлтіруді жобаладың. Дәл кеше Бен Ладенді опат қылған киллері емеспісің Обаманың. Ай. Зілзаладан қорыққан ел түндегі айтыстыңдап кіріптау өң түрлері. Әзілменен әдіптеп отырайық, айтысқа келеді жүр серпілгелі. Артыңдағы ініңнің жаман екен, сахнаға шығасап жең түргені. Балғынбекті шалдыйды жас балалар, менімен құрдас Айнұр кемпірмеді. Алпыстағы айтыстың атаманы Жүрсін аға өлең сөз дертің беді. Алып кеп жас балаға талаттың ау, өкпеңіз тарқамапты бертіндегі.
бөлтіріктерге талатпай жүрсін аға, өлтірсең өз қолыңмен өлтірмені бай. Ey Balғынбек ибн Имаш әл-Астана, ұқсайсың ертөстікке Манасқа. Мұсылман кісі өлтірмейді ғой аға жанау, менің бұл уәжіммен таласпаға. Тіліңіз байқап тұрсам захардай у, айтыс бізге емес қой отар жаю. Ей інісін кішаю деп қалжыңдайды, тақия киіп алған сақалдай у. Ей өгей ғой өтер жерге өтпеген сөз, жетім ғой жетер жерге жетпеген сөз. Королі мешіті жын сыпыратын, момындықты Мәдина Меккеден сез. Патшаңды даудамайсыз сайлап алдың, осылай болашақты еппенен сез. Нұрсұлтандай патшенді тумайды деп, жағымпаздар айтып жүр көптеген сөз. Бірақ өл мақтанатын әңгіме емес, өзіңді өзің құртуға беттеген сөз. Ай, қазаққа Нұр ағамдай ұл тумаса, қазақтың болашағы жоқ деген сөз. Ай, елбасым дінді тілді сүйреп еді, бір терінің пұшпағын илеп еді. Баяғы аналарым, әжелерім ақ жаулықты кимешек киген еді. Хиджапқа қарсы болды патшамыз деп, кейбіреуде сайтан ой кимеледі. Патшамыз хиджап демесін бетін жапқан, пәранжыны негізі киме деді. Меккеде 2 сағат намаз оқып, елбасым Аллаға бас иген еді. Әулие бабалардың жолыменен Құран сүннет дәстүрді сүйген еді. Халықпен хан арасын шағыстырған сорлыға Алла қашан ми береді. Ай, егер қарсы шықпасаң өкіміне, жаратқан жәннат бақтан сый береді. Ай, Бақтыбай айтыстағы ұраның ғой, ал қазіргі ұраның құраның ғой. Әділетті болуға қабілетті, бұл бәкен қуділетін құладың ғой. Бұдан кейін айтысты қоямын деп көңілімнің құлағын бұрадың ғой. Тарихта соңғы айтысым сеніменен болсын деп мұна мені сұрадың ғой. Ай, онсыз да меніменен айтыссаңыз, енді айтысқа шықпастай қыламын ғой. Ай, іні тастан, бордан ғой аға байқұс. Нұрлан жан, сен ойымды шамалай түс. Ол рас, мен айтысты қоям дегем.
Жасағым келмеген соң жаман айтыс. Сахнада айтысқалы 20 жыл. Өкпелейтін жөні жоқ маған айтыс. Сен егер ағаң біраз жүрсін десең, жағамызға жармаспай ағалай түс. Кеп тұруға негізі болады екен. Көрсете бастады ғой хабар айтыс. Бұдан соң бас тартпаймын, болып тұрса, кілең еркек қатысқан халал айтыс. Көрсеткен неше түрлі шабыс түрін, Нұрланжан біреу едің табыстының. Меккеде біраз адам жатып қалды, көтер алмай Саудияның сәлістігін. Сен болсан күндіз түні тауап қылдың, елемей екі араның алыстығын. Мединеден шығарда жарылды ғой, зәмзәм су құйып қойған кәністірің. Тез ауыстырып ала қойдың, бірақ оны жоқ бөді арабтармен таныстығың. Ең бастысы тесілмесін жүрек деген иман тұнып тұратын кәністірің. Егерде ол тесілсе қиын болар, ол жүректі басқамен ауыстырың. Иманды алашымның ақыны бол, кірлетпейтін ешқашан намыстуын. Елбасым қазақ үшін бел шешкенер, кемеңгер көшбасшымен ел көшкерер. Құдайменен ісім жоқ надан кезде, күмәндой көп болатын мен сескенер. Сорыс деген қорлардан қорқатынмын, жыламаған балаға емшек берер. Алмақта салмақ бар деп, сосын біздің жүретін жолымызды өлшеп берер. Тәуелсіз 20 жылда көзім жетті, жетістік көп мақтанып мен төскерер. Қанша жерден басқа кеп азғырса да, халқымыздың ойы жоқ бөлшектенер. Ешкімнің айдауына көне қоймас, сайлауда ауыз бірлік көрсеткен ел. Біздің ел елбасыны мақтан қылған, соны басқаша айту жолын тапқан Нұрлан. Мысалы, Өзбекстан президенті иманға келген жастарға қақпан құрған. Тәжікстан басшысы да діндарларын зынданға саламын деп сақтандырған. Ал біздің елбасымыз жамағатқа күмбезді мешіт салып шаттандырған. Аллаға мың шүкірлік айтпаймыз ба, бастағы бағымызды батпан қылған. Басқа қай ел патшасы ақындарын қажылық сапарына аттандырған. Мұсылман ел жұрт үшін жан қияма, нәсіп іздеп жүрсе де әр қияда. Аллаға шүкір, намазхан айтыскерлер айналып келе жатыр армияға. Сахнадан сауапты сөз айтайық, бос айтыстан ел жұртым нәр жияма.
Күн ертең біздің сөзді тыңдайды ғой, жазып ап видеоға, аудиоға. Сауап жинап қалмасақ сахнадан, сауда үшін барған жоқпыз Саудияға бай. Бұл ағам көк байрақты туалды ғой, сөзіне жалпақ жұрты жұбанды ғой. Жарылған кәністерін бүтіндеп ап, бұлының зәмзәмменен суарды ғой. Кәністерім бүтін барып, Маңғыстауым жүрегі жарылардай қуанды ғой. Басқан елдің ау бәке желіккенде, ұнатпайтын едің ғой еріккенде. Ақ жайықты су шайып жатыр дейсіз, оны да әкіміміз көріп келді. Қырымбек Көшербаев әкім ағам елден бұрын 100 миллион бөліп берді. Қазақта ақын туса сендей болсын, әрбір сөзі басылған мөрдей болсын. Жазира жеңешеміз пайғамбардың үмбетін көбейтетін жеңгей болсын. Сауап күнәң тартылар таразыға, мұсылман ақыретке сенбей көрсін. Мақшар таңы атқанда әр қазақта пейішбаққа кірердей деңгей болсын. Сауабының салмағы Балғынбектей, күнәсінің көлемі мендей болсын. Жүре бер сен өзіңде нұрлан аман. Бақытты ғой сенде ұл туған анаң. Бес баласы секілді Балғынбектің, сенің де көбейсінші жылда балаң. Тезірек отауыңа келін әкел, сәбидің үні шықсын іңгәлаған. Иманға кеп дұғаңның арқасында, аман бол топан сумен зілзаладан ай. Алланың болам десең назарында, бес уақыт намазыңды қаза қылма. Жаратқанның мейірім рахметі қаза қылмай оқыған намазыңда. Қуат бар әр мұсылман дұғасында, шуақ бар әр намаздың азанында. Қызыл жасыл дүниеге алданбайық, 5 күндік бұл жалғанның базарында. Намазсыз айналуың мүмкін емес, иманы бай жүрегі таза құлға бай. Айтыста уақыт бүгін үнем болсын, жәннаттан үзілмейтін күдер болсын. Білесің, исламда 4 мазхаб бар. Біздің ел ханафимен жүрер болсын. Және де көктен түскен 4 кітап бар.
ел құран хақ екенін білер болсын. Сайлауға да түсіпті 4 кандидат. Ішінен жеңімпазы біреу болсын. Қазылардың өздері жоқ, хабар келіп жатыр. Мен хабарлай беремін. Өздеріңіз көріп отырсыздар, 3 ақын 50 ұпай жинап, ақтық сайысқа даусыз, дамайсыз жолдама алды. Оған таяу тұрған 49 ұпай алған 3 ақын бар еді ғой жаңа. Біреу Мақсат Ақанов Қарағандыдан келген, біреу Балғынбек Имашев, біреу Мұхтар Ниязов бағана бірінші шыққан. Соны Бекболаттан яқтан хабарласып жатыр. Осы 349-ның ішінде мен төраға ретінде ана кім бірінші шығып қалды да ұпай төменде оқып қалды, айтпаса айтысы өте кәделі болды деп Мұхтар Ниязовқа даусымды бердім, сондықтан сол шығады дейді. Дұрыс қой, бұл да әділет болу керек. Енді қазылар сіз айтса береміз бе?